қыздар тұр. Bir кезде қыздар, қазіргі ханымдар қазақ эстрадасына әрқайсы бір конкурспенен дауысын дәлелдеп келген қыздар. Алтынай Жорабаева, Марина Садвахасова, Тахмин Ашықбекова, Бейбіт Сейдвалиева, Гүлнұр Оразымбетова, Айгүл Иманбаева. Қыздар, қайсыңыз сөйлейсіздер араларыңыздан? Бәрінің атынан Гүлмира Нәлібай дейсің бе? Қайырлы кеш, құрметті тойшы қауым, шын жүректен біздің сүйікті әріптестерімізді құттықтағым келеді. Құралай дейміз, бірақ Мирасаға деп айтамыз. Почему-то Құралайды Құралай дейміз, Мирасаға Мирасаға дейміз. Ең бастысы қыздарымызды бағаштысын, бақытты болсын. Барған жерін бақыт етіп, өзі де бақытты болсын. Енді күйеу бала шок болып жатқан шығарсыз, бірақ алдағы өміріңіз енді осындай болады. Үйіңізге өнер адамдары келіп, қонаққа тек қана солай болады, сондықтан Найым ұзағынан сүйіндірсін. Енді біздің ортамызда бір әнші бар, біздің буыннан. Кеше ғана өзінің қызын ұзатқан, алғашқы. Сондықтан мен Алтынай Жорабаеваға микрофонымды әрі жалғастырсам. Қайырлы кеш, тойшы қауым. Қандай керемет күн. Бүгін Алла қаласа кәр қызымыз өз шаңырағына аттанғалы тұр. Айтып отырмын ғой, сіздер оның басқа үйге, өз үйіне баратынын білсеңіз де, ата-ана жүрегі бәрібір оған әрқашанда дайын болмайды екен. Оны өз басынан өттім, дегенмен де бақыттарыңыз баянды болсын деп, ақжаулықты ана болсын деп тілегімізді жаудырайық. Бүгінгі тілектер қабыл болсын. Барған жерінде бақыттарың баянды болып, Нұрлан екеуің бір жақсылықты қартайып, екі жақты қосқан алтын көпір болыңыздар, алтын көпір сынбасын. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, Нұрлан 100 жылдық күйеу бала болсын. Той тойласын. Рахмет. Бірден бір себепкер болып неке қиылып жатқан кезде бірге ән салып солау консерваторияның қабырғасынан Мираспенен Құралайды танитын білетін жандар көп. Кейін өнер жолы Ақтөбеде жалғасты, бірақ Ақтөбеден Алматыға келуге бірден бір кеңес беріп, Алматыға келіңдер. Алматыда бірге сүйіп деп шақырған Мұқасан Шахзадаеваға қош келдіңіз саған. Рахмет. Ағайын, бүгін керемет қуаныш. Араға қанша жыл салып Нұрлан екеуміз бір дүбірлі тойда сонау Ақтөбеде болған кезде Қанат пен Света сол тойды басқарып, кейін Қанат Света екеуі алтындарын үйіне ақ дастархан жайып, үйлеріне шақырып, үлкен бір қуаныш әдемі кеш өткізбек. Сол кезде Мираспен Құралай сол кезде Мирас екеуміз далада әңгімелесіп тұрмыз. Мен айтам, Мирас, Құралай, не деген дауыстарың керемет, профессионализм бар, консерваторияны бітірдіңдер, неғып Ақтөбеде жүрсіңдер деймін ғой. Сол кезде Мирас айтады, Мұғашаға Алматыға баруға қорқамыз дейді. Қорқыңдар сен дейді. Давай келіңдер дедім, сөйтіп Мирасты шақырдым. Құралай екеуі дайын тұр. Мирас өзім барып вокзалда күтіп алдым. Күтіп алып, Бағлан Омаров ағамның қолына табыстадым. Ағатай, Бағлан Омаров ағам осында ма? Бағлан аға. Белгілі композитор. Сөйтіп Мирасты сөйтіп Мирасты күтіп алып, вокзалдан өзім барып күтіп алып, Бағлан ағамның қолына табыстадым. Ағатай, керемет әншілер, қараңызшы дауыстарын қарастырып, Аллаға шүкір, бүгін міне осындай күнге жеткенсіздер. Қызымыз бақытты болсын. Айналайын алтындарым, бақытты болыңыздар, бақытты ғұмыр сүріңіздер. Әкелерің, әкең Мирас, анаң Құралай, қандай керемет кісілер. Осы кісілер насып істейді. Құрметті құдалар, көрген шүкірдарыңыз құтты болсын. Аллаға шүкір, елімізде отбасылық дуэттер көбейді.
бірақ сол отбасылық дуэттердің барлығын басын біріктіріп жүретін бір әдемі платформа, арена керек болған кезде соны ұйымдастырып, продюсерлік етіп жүрген Айнұр жеңгемізді, Жанатбек Байтеков ағамызды мен алдыға қарай шақырып келіп тұр. Махаббат әлемінің продюсері Жанатбек Байтеков, қосылып қойыңыздар ағайын. Рахмет, ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туысқандар. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құрметті Мирас, Құралай, тойларыңыз құтты болсын. Жай енді Нұрхан айтып жеткізіп отырып осында отырған біздің әріптестеріміздің қай-қайсысының сіздің әулетіңізде ойып қойған орны бар. Сондай жақсы адамдарды көре біліп, осы ары қала Алматыға сыймай жатырмыз ғой демей келсеңіздерші, сол ортақ қайнап отырған қазанды бірге қайнап бірге толтырайық деген міне мұқаш. Оны табыстап, әрмен қарай жұмыс жасап, осы жарыққа шығуымызға бірден бір көптен көп көмек тигізген, жаңа тілге тиек еткен Бағлан Омаров ағамыз, оның бәрін жақсы білеміз. Сол үмітті зор ақтадыңыздар сіздер. Енді Құдайға тәубе осындағы бауырлардың, осында сахнада тұрған тілек айтып тұрған азаматтардың бәрінің отбасы ошақасында той болсын. Алда ата, әже болып жатыр. Енді сіздердің жүректеріңіз жанып сыртына шығып кетпей тұрғанына таңғалып, Құдайға тәубе ғой. Алды қыздарыңыз ұзаттыңыздар. Біздің қызымыз анау институтқа түскені үйде бір апта болған жоқ, 5 күн болған жоқ, соның өзінде адам қоярға жер таппай қалады екен өзінің. Сондықтан да бұл жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп бекер айтып тұрған. Құдайға тәубе, мына алдында қыздарыңыз сияқты бұл қыздарыңызға Құдай қаласа орын тауыпты, балдай бағып судай сіңіп батыр ана болсын Құдай қаласа. Тойларыңыз құтты болсын. Той-тойға жұмысты болсын. Енді жаңа Махаббат әлем бөлек шығады деп мен енді жерде Ақтөбелік ағайындар келіп отыр, біраздан кейін шығатын шығар, бірақ енді біз енді осы біте қайнасып келе жатқан азаматтармен қатар тұрған жөн көрдік. Олармен шығып олармен шыға саламыз Құдай қаласа. Аман есен болыңыздар. Сіздердің махаббаттарыңызға қарап адам қызығады. Біздің Құралайдың Мирас деген жылжытпайды ғой, орнынан тұрғызбайды. Микрофонның реверіне дейін жасап беріп отырады. Сондықтан мен ойлаймын, действительно адамның қадірін білу, құрметтей алу деген солай шығар. Сондықтан да өте бір қасымызда жүрсе де қобалжып тұрады. Оның өзі действительно бір махаббаттың бар екенін, сонда бір екеуміздің арамызда тамаша бір химия бар екенін көрсетіп тұрады. Аман есен болыңыздар, махаббаттарыңыз мөлдір болсын, той құтты болсын. Ладно, ұрап бұлар мені қазір шамалы. Келіңіз, Бауыржан орден ағамыз. Мұқасан аға мұратын біліп қой. Ақтөбелік дегенбіз, мен Алматыға көшіп келгенмен 20 жыл болды. Алжыған Нұрхан тамада болады деген. Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Мен Мирас ағамыздың Ақтөбеден бері соңына еріп келе жатқан інісімін. Менің бойдақ кезімнен алтын екеуміздің махаббатымызға куә болған ағамыз бен жеңгеміз. Мен әйелім қайда? Мен келіншегім қайда? Мен әйелім, өз бір тегер әйелім бар ма? Келсей? Ел көрсін да, мен әйелімді тегін адам емес, өмір Лайниясовтың туған қарындасы Қызылорда служу қайын жұрту. Рахмет, мен бәрі асыз болып жатыр ғой, қысқаша сөйлейік бәрі. Өмірі бір асығып жүретін бір келіншек айтты деп еді. Апа мен байдан байға тегіп жүретін да, уақытым жоқ деп. Сол құрметті ағайын, уақыт аз, мен бірақ нәрсе тілеймін, 2 жас бақыт болсын. Эрнест Хемингуэй деген бір ғалым айтқан екен, сүю деген 2 жас бір-біріне көз алмай қарап отыру емес, 2 жастың бір бағытқа қарағаныңды. Екеуіңіздің алған бағыттарыңыз бір болса, сіздер бағындырмайтын асу, сіздер бағындырмайтын белес жоқ деп есептейміз. Іңкәр қызымызбенен Нұрлан күйеу боламыз, бақытты болсын. Бүгінгі тойға шын қуанған азаматтардың немерелерінің бойы Мирас пен Құралайдай болсын. Көре алмаған азаматтардың немерелерінің бойы Сейфуллин Жолбарыстікіндей болсын. Той құтты болсын. Отбасылық дуэтті бастауда қазақстандық эстрадада көшті бастаған ол біздің Тоқтар ағамыз бен Бейбіт жеңгеміз екенін бәрі мойындайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан Тоқтар аға, өзіңізге қарап өскен ұрпақ көп. Қош келдіңіз, бүгінгі тойда көргенімізге қуаныштымыз. Микрофонды өзіңізге бергіміз келеді аға. Рахмет. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қымбатты тойшыл қауым, той құтты болсын. Бүгінгі той енді біз үшін ерекше той, себебі біздің келіп жатқан құдаларға құлағына алтын сырға жай ғана елмен құда болып жатқан жоқ, күллі өнер адамдарымен құда болып жатыр. Біз қызымызды беріп жатқан жерге
салмағымыз ауыр енді жасыратын жоқ. Сондықтан әрқашан мынау сыр жеріне барғанда құдалардың ауылына келдік деп шалқаятындай болдық енді Құдай қаласа. Мирасжан, Құралай халқындағы тойларың құтты болсын. Қыздарыңды Алла бақыт етсін. Мынау қолынан ұстап ғұмырлық жолға бірге жүрген аттанып бартқан күйеу бала екеуі бір-біріне сондай жақсы серік болсын. Алла жар болсын. Алла екеуінің қанаттарын тарылмасын. Екеуінің қанаттары қауырсындары жетер деген жерге дейін түспей жетсін, аман болсын. Тойларың құтты болсын. Көшеде біреулер фотоға түседі да, сіз осы Қайрат Мырзасының папасысыз иә дейді да, біреулер орныңа тұршы екен. Мен тұрғысын басым бастайын, сосын мені бүлеген қасында жүргесін Қайрат Мырзасының папасы дейді да. Бірақ Шакидан аса тұрайын ба? Мына танитын бар, танымайтын бар. Бұрын Төреәлі десем, Төреәлі болған деді. Төреғали мен балам ғой. Былай тұр. Қазір енді Төреәлінің папасының танысатын болдық иә. Мына Мұқасан бар, Құдайберген ағамыз бар, Нұртас бар. Осы жерде жігіттер тобының продюсері Ерғали мырзаға бір қол соғып қойыңыздар. Менің ана сақалым болғасын бәрінен үлкен деп ойлауым мүмкін. Бірақ менен үлкен адамдарда, братандарда бар. Орысша айтылған деп ойлап қалмаңыздар. Братан деген бір атадан деген сөзден таралған. Мирас Қайдарының жерлесіміз болғанмен Жеңіс Ысқақожа айтып ғой, жерлесімізді Қызылорда Қазаны Қорғайынан қасиетті Қазалдан қалай тарландар шыққан. Жезтаңдай кешегі Роза Бағланова, Мадина Ералиева, Ғани Мұратбай, айта берсек атағынан атырмайтындардың бәрі. Оның бірі Айтеке бидің ұрпағы төрімізде отыр, құда болып. Бір қол соғып, қош келдіңіздер. Оны айтып жатқан себебіне қызым Динаны да сол төрт қараға бергенбіз. Ал енді жақсы тілекті жалғастыруға Ерғали ағамызға ұсынайық. Екеуі Шакизден Ал Мирас Құралай, бүгінгі қуаныштары құтты болсын, екі жас бақытты болсын, осылардың тек қана өскен өмірлерін көрейік, осылардан тараған ұрпақтардың жамандығын көрмеңіздер. Әулеттеріңізде тек қана жақсы күнде қауышуыңызды нәсіп етсін, амандық болсын. Сондықтан құтты болсын. Жақсы тойда кездескенше алдарыңызда Жеңіс Ысқақоваға берейін мінекей, сырдың әдемі қызына. Қайырлы кеш, қымбатты ағайын, қайырлы кеш, туған, туысқан, құда, жекжат. Бүгін енді Мирас пен Құралайдың мен апасы едім. Құдалар Қызылорда алып болғасын, не істерімді білмейдім. Қай жағына шықсам екен деп. О үшін Мирас пен Құралай Қызылордамен құда болып жатыр. Міне біздің Қызылорданың қыздары, сырдың сұлулары. Ал енді қызымыз барған жерде бақытты болсын. Ең бастысы екеуі бір-бірінің бетіне қарап отырмай, екеуі бір бақытқа қарасын. Және де алар биіктіктері көп болсын, өмір жастары ұзақ болсын, махаббаттары мәңгілік болсын. Бүгінгі айтылған тілектің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Ал Қызылорда, қайдамыздар Қызылорда? Құдалар! Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Төрлеріңіз құтты болсын.